Армысыздар, қадірлі көрермен, ракурс бағдарламасының бүгінгі кейіпкері кәсіпкер продюсер Назгүл Бақыт. Ол тағдырдың сынын қасқайып қарсы алған жанның бірі. Анам мемлекеттік қызметкер болды, әкем құрылыс саласында жұмыс жасады. Отбасында 6 жасқа дейін жалғыз бала болып өстім. Назгүлді біз Бақыт екеуміз үйленгеннен кейін 85 жыл біз үйлендік. Соны 3 жыл көтермей жүріп, осы Назгүлді көтеріп, бұл біздің тұңғышымыз да, біздің арманымыз болды, бала деген өмірге әкелу. Армандап жүріп туған қызым бұл менің. Өзі кішкентайынан жаңағыдай пысықтау нелеу бірінші класстан бастап отличница болып оқыды, қызым жақсы. Кейіпкерді түсіруге арнайы Тараз қаласына аттандық. 1985 жылы Назгүл Бақыт қызы қазіргі Тараз қаласындағы 36-шы мектеп табалдырығын аттайды. Мектепке бара салысымен өзінің даралығын көрсетеді. Мен болған бұл әдемі фортепиано сатып әкеп берсем, бұл папасының дипломатын ұстап барам деп, дәу дипломатты, қара дипломатты ұстап барды ғой бірінші класста. Сонда бәрі бұған қарайды, бұл қалай дипломатпен келеді деп. Сол дипломат ұстаған қызым болашақта дипломат бола ма, әйтеуір бір елдің жақсы тұлғалы қызы бола ма деген ой туған сол кезде. Портфель арқалаған қыз мектепті кілбестікке аяқтап, үздік аттестат иесі аттанады. Ендігі белес жоғары оқу орны еді. Түркістанға барып, Түркістанның жаңағыдай Түркістан университеті, как раз турецкий болып ашылып жатқан кезде общество деп сояққа барып, сояққа түсіргенбіз. Әке деген былай ғой, қыз баласы үшін, әсіресе мынау біздің қазақи отбасыларда қыз баласы үшін шығыс жекпе-жегімен айналысқан ерсі көрінді. Сондықтан да әкем ылғи кішкене басында қарсы болып жүрді. Кейініректе оқуға түскен кезде 4 жыл осы спорттың арқасында ректордың грантында оқыдым тегін, магистратурада да дәл солай. Универсиададан бірінші орын алып келгеннен кейін тегін ауыстырды дағы 2 жыл тегін оқып шықтым. Қыз бала жат жұрттық деп жатамыз ғой. Көбінесе бұларға жаңағы үйдің тірлігін, алып қалай жүруді, қалай тұруды, бұл енді анасынан тәрбие алып, өздері 2 қыз, жаңағы арасы екеуінің 7 жас, бұл жаңа кішкентайынан бөпесіне, сіңлісіне қарап өсті. Жаңағы менің бауырым бар қасымда, Гүлия деген сол Гүлнар, соның тәрбиесін алды, менің тәрбиемді алды, әкесінің тәрбиесі бар. Әкесі де қызын өте жақсы көретін, қызын алпамысым дейтін. 26 жасында 2015 жылы мен өмірлік жан серігім Бақтияр есімді өзіміздің облысымызға белгілі Асаба, Азулы, Тамада жігіт бар еді. Сол кісіні жолықтырдым. Негізі мен ол кісіні бала күнінен танитынмын. Осы жерде 36-шы мектеп па, сол қазақ орта мектебінде Назгүл 1-2 класста оқығанда, Бақтияр балам сол жерде фотограф болып келген екен. Оны біз білмейміз. Кейін сол жерде балалар жүгіріп жүретін әйтеуір. Сөйтсем сол фотограф бала осы Бақтияр бала екен. 9-шы классқа дейін 36-шы мектепті оқыды. 9-дан кейін Мақатаев мектебіне біз басқа жаққа көштікті, ауыл жаққа. Сояққа қарай ауысып кетті. Содан кейін Назгүл өлең айтатын болды. Өлең айтып жүріп өзі Бақтиярды көрген. Бақтияр ол кезде фотограф болғанымен, суретші болғанымен, ол кейін Тамада болып кетті. Содан екеуі сол бір жерде кездесіп, жаңағы Назгүлге, ой, осы мен саған үйленбесем бе, сен ешкім алмайды екен деп күліп жүріп, сол кезде бірінші айтқан кезінде Алла тағала аумин деген екен. Екеуі қосылды. Біз өте керемет, сондай бір бақытты отбасы болдық. Әрине, басында енді ол кісіде жеке тұлға болып қалыптасқан, мен де жеке тұлға болып қалыптасқанмын. Басында енді әрине ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды, бір-бірімізге түсіністікпен қарап үйреніскенше
Сондай бір жаңағындай өмірлік кезеңнен өттік. Арманы өте көп болатын, елдің барлығына көмектесетін қолынан келгенше. Мені енді үйде өзіміз қалғанда хотуным деп мені солай еркелететін. Сосын кейін мен қойыңызшы десем, не болыпты? Жаңағындай Сулейман сұлтанды хотуным деп еркелететін еді ғой деп, мені солай еркелететін. Жаным деп солай үнемі еркелететін. Әйел адам 40 шырақты деуіміздің де мәні бар ғой. Жаны нәзік болса да қысқа ғана ғұмырында барлық сынға шыдайды. Әйтсе де біздің кейіпкер Назгүл Бақыт менің басыма түскен ауыртпалық досыма түгіл дұшпанымның басына түспесін деп тілейді. Менің жолдастарым, елдерім бәлгі айтатын еді, бәке тура өзіңіз сияқты екен дегендей қылып. Мен де өзімді емес, бірінші ағайынды туысқандарды ойлайтын едім осы. Онда сол тура өзінің ағайын туысқандарын ойлап жүрді мінеке. Сол үміттеніп, мынау Бақтияр күйеу балам, ол да неғып қалған еді, тура өзім сап жүгіріп, бопты мінеке, өз мына қол қанатты соған беріп, не аламыз ғой, тапсырамыз ғой деп не атқан кезінде, мынау пневмония дейтін бәле сол қайтеді енді. Өмір ғой, алып кетті ғой енді. Біз басқа ауруханаға апарамыз деп келісіп қойғанбыз. Сонымен Бақтиярды екінші ауруханаға ем шараларын жасауға алып кетеміз, мен сен жұмыстан алып кетеміз, сұран деп маған хабарласқан кезде мен бірден түсіндім Бақтиярдың дүниеден озып кеткенін. Туған туысқандарым барлығына хабарластым, ешкім телефонда көтермеді. Жүрегім мен сездім Бақтиярдың өмірден озғанын. Содан әкем келіп мені жұмыстан алып кетті, мен сұрандым. Машинаға отырған кезде айттым, пап, шыныңызды айтыңызшы, Бақтиярды сіздер алып кетуге бара жатқан жоқсыздар ғой, Бақтияр қайтыс болды ма деп едім. Папа үндемеді. Өте ауыр болды, қабырғамыз қайысты, әлі күнге дейін көз жасымызды бір сағып аламыз. Амал жоқ. Енді қасында қайратты болуға, сабырлы болуға, артында қалған 3 қызды бағуға, қағуға, әкесінің орнына әке, анасының орнына ана, сенсің деп әр уақытта қолдап отырмыз. Назгүлдің арманы көп. Ең негізгі арманының бірі жеке брендті қалыптастыратын мектеп ашу. Жастарды жан-жақты болуға, дамуға жетелейтін креативті продюсер болсам деген мақсат тұтады. Кәсіпкер әрі ғалым, экономист Назгүлдің ірі армандары мақсатқа айналғаны байқалады. Бақтияр бәкең үнемі айтатын, баланың тәрбиесіне сен айналысасың. Докторантураңды Алла қаласа бітіресің. Ректор боласың әлі. Көресің, сен әлі өсесің. Іштен уайымдама, әлі керемет өмір сүреміз, фазенданы бітіреміз, ауыл шаруашылығымен айналысамыз. Ол жерде өзіміздің үлкен үйір жылқыларымыз болады, қойларымыз болады. Мен бала-шағамның қазақи нақышта өскенін қалаймын. Сен балалардың білімімен айналысасың, ал мен ер азаматы ретінде сендерге ешқандай ауыртпалық салмаймын. Не айтасыңдар, мен тек қана соның барлығын сендерге тауып беруге тырысамын. Көресіңдер, әлі біз керемет өмір сүреміз деп, сондай үлкен бір жоспарлары болатын. Бақтияр өмірден озғаннан кейін менің ең бірінші түсінгенім өзімді қолға алу керек. Себебі ішімде бала, іште бала, сыртта 2 бала. Ана ретінде мен оларға ана болуым керек. Енді әкелерін орын басатын әке болуым керек. Деген сондай ой келді, сондай түйсік келді. Өз-өзімді күніге солай жаңағындай өз-өзіме мотивация бердім, өз-өзімді солай тәрбиеледім, өз-өзім солай қамшыладым. Егер мен өз-өзімді тастап жіберсем, мен ез болам. Ал ауру ана, психологиялық тұрғыдан өз-өзін ұстай алмайтын ана, ол балаларды асырай алмайды, балаларға асыраушы бола алмайды, балаларға қамқоршы бола алмайды. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, басымызға қандай іс түспесе де,
әйел баласы 40 жанды дейді ғой. Сол 40 жанның барлығын бір шүберекке түйіп, өзімді қолға алуды шештім. Назгүл сүйген жары жайлы тебіренбей айта алмайды. Жолдасы жұмысын атқарып келіп, екеуі шүйіркелесіп, шай ішіп, болашақтарын армандап, жоспарларын талқылайтын. Бақтияр түсіме кіріп аян берді. Кім болса да есімін Арыстан деп қой деді. Мейлі, біз ұл бала болады деп күттік негізі. Кейін қыз бала болады деген кезде кішкене көңілім түсіп кетті. Бірақ ол да Алланың берген сыйы. Қазір Алимаға қарасам, тура папасы сияқты. Сондай зерек, сондай ақылды, сондай алғыр, сондай пысық. Қыздарымның Асқартау әкесі, өзімнің өмірлік серігім. Дүниеден өткеннен кейін ең бастысы ешқашан сынбай, өмірлік сынақтарға берілмей, өзіңді берік ұстап жүру керек екенін айқын түсіндім. Қалаған тірлігіңді істе. Өз бала шағаңды асыра, біздің осы Бақтиярдың отауының отын өшірмей отырсаң болды дедік. Бар арманымыз сол. Бізбен танысып, біздің іскер әйелдер қауымдастығына кіріп, мүшесі болып, басында Уркер деген тобымыздың мүшесі болды. Бір жылдан кейін жастар қанатының секциясын төрайым болып тағайындалды. Ол өзінің іскерлігін, пысықтығын, ақылдылығын білдіреді деп ойлаймын. Елмен сондай сөз табысып, елге өзін пайдасын көрсетіп, ақылдылығымен, іскерлігімен біздің ортамызда үлкен мәртебеге ие болды. Орнында бар оналар демекші, Назгүл көп ұзамай үшінші қызын өмірге әкеледі. Ең өкініштісі, жарық дүние есігін ашқан сәби әкесінің бақилық болғаннан мүлде бейхабар еді. Осыларға қарап жатырмыз. Барынша мінекі апасы екеуміз. Мінекі мына кішкентайым Алима. Алима менің қызым деймін, Амина апасының қызы деймін. Таңнұры Бақтиярдың қызын деп қоямыз еді. Таңнұрға негізі өте қатты ауыр болды. Бір апта Таңнұры өте қатты ауырды. Сөйлей алмай қалды. Содан үлкен апалар айтты, ол ішқұса болып жатыр, әкесін сағынып жатыр. Өйткені бала әлі түсінбейді, әкесінің жоғын қабылдай алмайды. Әкесінің бір киімін алып жастандырыңдар деді. Содан Бақтиярдың үйде тұрған бір жейдесін алып келдім. Содан жастыққа төсеп, 2 күн тұрмай сол жастықта ұйықтады. Бірінші сол жейдені төсегенде Таңнұры сөйледі. Папамның иісі деді. Білесіз бе? Анау сезімді баламен әкенің ортасын, әсіресе қыз баламен әкенің ортасындағы байланысты айтып жеткізу мүмкін емес. Бақтиярдың өзі жоқ болса да қайын жұрты қасында тірек болып жатыр. Сол кісілерді жерге қаратпаса екен, сол кісілермен бірге бала шағасын бірге асырап бақса екен, қақса екен деген тек қана тілегім бар. Сол кісілердің әулетіне ешқандай кір келтірмесін, болашақта өзінің биік армандары бар, сол армандарына жетіп, бізді қуантып, үлкен бір шаңырақтың иесі болса екен деймін. Біз барымыз, ата-анасы бар, қинала қоймайды деп ойлаймын. Ол жұмыс болса, мамасы постоянно осы үйде, балаларға қарайды. Бір жағдай болса шақырады, келеміз, ондай қарсылық бізде ештеңе болған емес. Бірақ шамаң жетсе тірлігіңді істей бер деп айтамыз. Қазіргі таңда қасымда жүр. Зымырап өткен кезде үш қызы қалай өзіне ақылшы болып қалғанын өзі де байқамай қалатын шығар. Сол 3 қызға керемет ана болады деп ойлаймын, біріншіден. Екіншіден, үлкен кәсіпкер болады деп ойлаймын. Жамбыл облысында іскер әйелдер қауымдастығының ішінде Назгүл Бақтықызының өзінің керемет үлкен орны бар. Ол өзінің өз жеке брендін дамыта отырып, осы салаға қызығушылық танытқан, осы салаға
иә мен де осындай Назгүлдей болам деген қыз келіншектерді өте көп тартып жатыр. Жамбыл облысы бойынша іскер әйелдер қауымдастығынан ойып орын алған Назгүл іскерлігімен көпті сүйсінтті. Ал ата-анасы болса жұмыста ойы бөлінбесін деп қыздарына шық жуытпай қарайды. Назгүл бақыт қызына қазіргі таңда басына түскен қиыншылықтарды жеңіп, қыздарын аман есен өсіріп, бой жеткізіп, солардың бақытын көрсе екен деймін. Назгүлдің осы істеп жатқан тірліктерінің жемісін жесе екен деймін. Үлкен жетістіктер тілеймін. Әйел баласы болғаннан кейін әрине қасыңда сені қорғап жүретін, сені қолпаштап жүретін, еркелетіп жүретін ер азамат болса екен дейсің. Бірақ оған етіңде үйреніп қалады екен. Қазір тек қана суретіне қарап еске алып отырамыз ол кісіні. Әр қазақтың қызы бақытты болуға лайықты. 3 қызымыз және мен бақытты отбасы болуға лайықты екенімізді оларға күніге түсіндіріп келемін. Және біз әлі де бақытты отбасы боламыз. Алла қаласа үлкен биік белестерді бағындырамыз. 3 қызым 3 бақыттым дейді Назгүл Бақыт. Алда көретіні тек жақсылық болсын деп тілейміз. Бізді көріп отырған әр қыз келіншекке айтарым. Өмір жолы тақтайдай тегіс емес, ерелен бұраланы көп болып келеді. Сол жолда адаспау үшін күш-жігеріңіз еш уақытта сарқылмасын. Бақыттың кілті өз қолыңызда, соны ұмытпаңыздар.